Сіздер өздеріңіз байқағандай бірнеше жылдар бойы жалпы оқу жылының циклограммаларының формасы мен жазғы сауықтыру циклограммаларының мазмұнында біраз сәл өзгерістер бар. Ол өзгерістерді біз қайдан тауып аламыз, қайдан аламыз десеңіздер, ең біріншіден жалпы циклограммаларды толтыру, жазғы сауықтыру жоспарын құру алдында қандай негізгі құжаттарға көңіл аудару керектігін анықтап алайық. Сонымен біз мектепке дейінгі ұйымдарда жазғы сауықтыру кезеңін ұйымдастыру үшін тәрбиелеу білім беру процесін сінің циклограммасын құрастыру үшін негізге алынатын құжаттар жазғы сауықтыруға. Өздеріңіз білетіндей білім туралы заңы, баланың құқықтары туралы заңы міндетті түрде ұстану керек, қарап шығыңыздар. Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйіне қойылатын санитарлық эпидемиологиялық талаптар бұйрығы. Бұл бұйрық Қазақстан Республикасы денсаулықты сақтау министрлігі тарапынан шыққан. Өте маңызды, себебі жазғы сауықтыру кезеңі жалпы жұмыстары ауқымды болып жатады. Тек қана балаларды тәрбиелеу немесе сауықтыру ғана емес, балалардың денсаулығын сақтау, қадағалау, реттеу, мәселелер қарастырылады. Мысалы, күн көзіне түспеу, күн жылу соққысына түспеу мәселесі, немесе ас ішу режимін ұйымдастыру мәселесі, және жазғы кезеңде көптеген балалар міне далаға көп шығатындай, балалардың қозғалым режимі өзгеріп кетеді де, оқыстарға тап болып жатады. Сондықтан әрине балабақша әкімшілігі және педагогтер балалардың денсаулықтарына аса көңіл аудару керек. Және де төтенше жағдайлар мен табиғи апаттар кезінде мектеп жасына дейінгі балаларға қауіпсіз мінез құлық негіздерін үйрету бойынша балаларды ерте дамыту институтынан ұсынымдарды қараңыздар. Бұнда суға шыққан кезде балалар, ойнаған кезде, және күн көзінің астында жүргенде қандай әрекет ету керек, қандай режимдерді атқару керектігінің жайында да материалдар тауып алуға болады. Мектепке дейінгі ұйымдарда 1 маусым халықаралық балаларды қорғау күні іс-шарасы бойынша әдістемелік ұсынымдар осы балалар институты тарапынан шығып жатқан тауып аласыздар, бізде де бар. Мектепке дейінгі ұйымдарда жазғы сауықтыру жұмыстарын ұйымдастыру бойынша әдістемелік ұсынымдар былтырғы сауықтыру кешені алдында шыққан ұсынымдар биылғы жылға да жарамды. Біз де сіздер үшін күтіп отырмыз, күтудеміз. Жалпы өздеріңіз байқағандай 24 жылға дейін болған мысалы ұсынымдар үлгісі сәл басқашалау болды. Міне былтыр берілген ең жаңа ұсынымдар формасы, сондықтан осы ұсынымдарды міндетті түрде қолданыңыздар. Тәрбиеленушілердің мектепке дейінгі ұйымдарда және мектептердің лицей мен гимназиялардың мектеп алды сыныптарда қауіпсіз болуын қамтамасыз ету бойынша нұсқаулық. Бұл нұсқаулыққа да ерте дамыту институты тарапынан шыққан 24 жылы шыққан нұсқаулығына міндетті түрде көңіл аударыңыздар. Себебі осы мәселелер бойынша сіздер жазғы сауықтыру жоспарына көптеген шараларды кіргізесіздер, ендіресіздер. Бұның ішінде дене тәрбиесі немесе дене шынықтыру нұсқаушысы да өзінің нұсқамасын жасайды. Медициналық қызметкерлер, тәрбиешілер, психолог барлығы өздері тарапынан белгілі бір шаралар, жаднамаларды шығарады, ұсынымдарды ата-аналарға кеңес береді, немесе белгілі бір семинардарды да ұйымдастыруға болады. Әсіресе өртке қарсы мәселелер. Кей кезде балалар оқу жылы аяқталды деп тәрбиешілер өзінің мысалы назарын осы өрт мәселелерінде де көңіл аудару керектігі жайында біз айтып отырмыз. Және де мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында психологиялық педагогикалық қолдау отыру қағидалары құжаттамасында бұйрығын біз
қосып отырмыз. Алтыншы бұйрық. Не себептен? Себебі жазғы сауықтыру кезінде де осы балаларды мысалы мүмкіндіктері шектеулі балаларды үлкен бір шараларға қосу амалдарын қарастыру жұмыстарын атқаруға тура келеді. Және мектепке дейінгі тәрбие және оқыту ұйымдарының педагогтері жүргізу үшін міндетті құжаттар тізбесі деген ол жалпы циклограммаларды жүргізуге деген біздің негіздемеміз. Дегенмен жазғы сауықтыру кезеңінде өздеріңіз білетіндей, жазғы сауықтыру кезеңін біз алдын ала дайындаймыз. Бұл циклограммаларға тікелей байланысты емес құжат деп айтып отырмыз. Дегенмен әкімшілік, әдіскерлер және жеке мамандар өздерін мына жазғы сауықтыру кезеңдегі жұмыстарын осы жазғы сауықтыру кезіне арналған жұмыс жоспарының материалдарына немесе кестесіне салуға тиісті, жоспарлау керек. Дегенмен бұл үлгі былтыр шыққан 24-ші жылы жаңағы біз нұсқаулықтарды қарағанбыз. Екінші қосымша ретінде үлгісі тұр. Соны да алуға болады, немесе біздің сайтымызда да үлгісі дайын тұр. Біз былтыр белгілі бір семинарларды немесе шаралардың тақырыптарын берген, оларды біз алып тастап отырмыз, жаңартып салып отырмыз сіздер үшін. Сонымен мектепке дейінгі ұйымның жазғы сауықтыру кезеңіне арналған жұмыс жоспары алдын ала әзірленіп, осы оқу жылының соңғы педагогикалық кеңес отырысында белгілі шешімдермен бекітіледі, немесе қабылданады. Кім бекітеді? Әрине, мектепке дейінгі меңгеруші соны бекітіп қояды, және шешіммен осы бекітіліп отырады. Сондықтан сіздер бұйрықты немесе мына құжатты шығарған кезде сол жағында хаттамамен қай күні бекітілген қабылданғанын жазасыздар, және меңгерушінің қолында қойғызасыздар. Осы жоспарды құру алдында немесе тізбектеудің алдында сіздер мақсат міндеттерді қойып шығасыздар. Міндет түрде, мысалға, біз айтып отырмыз, сіздерге бізде де үлгісі тұр, көшіріп алуға болады, сайтта дайын. Дегенмен, мысалға, біз сіздерге мынандай мақсатты ұсынып отырмыз: балалардың жеке ерекшеліктерін, қажеттіліктерін ескеріп, олардың физикалық, психикалық денсаулығын сақтау, нығайту, толыққанды демалуға, сондай-ақ физикалық, коммуникативтік, әлеуметтік, шығармашылық дамуына жағдай жасау. Бұл жалпы мақсат. Ал енді міндеттемелерді сіздер бөлек тағы да тізбектей аласыздар, біздің үлгіде бар. Балабақшаның көптеген кез келген балабақшаның өзінің бір ерекше міндеттер болып жатады. Сондықтан бұл міндеттерді тізбектеп жазуға болады. Неге жазбасқа? Сонымен жалпы осы жоспардың ішінде бірнеше кезеңдерді сіздер ескересіздер. Бұл ұйымдастырушылық, ақпараттық. Екінші кезең әкімшілік, басқару, бақылауы, әдістемелік жұмысты ұйымдастыру, балалармен жұмыс, дене шынықтыру, сауықтыру жұмыстары көрдіңіз бе, бөлек шығарылып отыр. Түсіндіріп беремін. Ата-аналармен жұмыс және жазғы сауықтыру жұмыстарына талдау. Өздеріңіз білетіндей, оқу жылының, сіздер жылды жоспарды құрып шыққаннан кейін, жылдың аяғында міндетті түрде өзін-өзін талдау жұмыстарын атқарасыздар. Тура жазғы сауықтыру кезеңіне де талдау жасау керек, шағын болса да. Себебі сіздер жаздың алдында қойған мақсаттар, мысалы, балаларды сауықтыру, олардың және ашылған балабақша группалардағы бейімделу кезеңі қалай өтіп жатқан, соны міндетті түрде өздеріңізге есеп беруіңіз керек. Неге? Кешіресіздер. Себебі келесі жазғы сауықтыру кезеңінің жоспарын осы сіздер жасаған талдаудың негізінде тағы да реттеп құрайсыздар. Сонымен ұйымдастырушылық, ақпараттық жаңағы біз айтқандай, кез келген маман, балалармен жұмыс істейтін педагогтер міндетті түрде өздерінің міндеттерін атқаратын, лауазымдық нұсқаулықтар бойынша тағы да нұсқамаларды өтеді. Инструктаж дейді. Және жазғы сауықтыру кезеңіне арналған шағын болса да инструктажды жасап қойыңыздар. Соны қайтадан тыңдатып, қолдарын қойғызып, дәптерге жинап алып,
олар өз жұмыстарын бастайды. Не үшін? Тәрбиешілер балалардың қауіпсіздігіне байланысты, сауықтыруына байланысты көптеген ережелерді қайтадан қайталап шығу керек. Қайталап және көкейінде ұстап жүру керек осы мәселені. Және ақпараттық тағы да деп жатамыз, мысалы жазғы сауықтыру кезінде сіздер жөндеу жұмыстары бола ма? Жоқ, жазғы сауықтыру кезеңінде арналған бір экскурсиялар, бір нәрсе алдын ала шаралар болатын болса, міндетті түрде оны алдын ала іліп қою керек. Кез келген маман, ата-аналарды көру керек осы жоспарды. Және де осы жоспардың да мазмұнын көрсету керек. Екінші кезең әкімшілік басқару бақылау дейді. Бұл дегеніміз тек қана балалармен ғана жұмыс қана емес, балалардың жаңағы ас су режимін ұйымдастыру мәселесі, ол тәрбиешілердің көмекшілерімен жұмыс, шаруашылық мәселесі бойынша. Содан кейін жаңағыны біз айттымыз, төтенше жағдайлар басқармасымен, мамандармен бір жұмыстарды қайтадан ескеру керек, жаңарту керек, қайтадан мүмкін учение, жаттығуларды жасайсыздар. Жазғы сауықтыр кезінде жеңіл болады, шығару жеңіл, балаларды жалпы ұсақ түйек осындай жұмыстарды атқаруға тура келеді. Және ата-аналарға да өздеріңіздің бір беретін нұсқамаларыңыз болып жатса, ескертпелер, мысалы медициналық қызметкер ретінде жаднамаларды шығаруға болады. Жеміс жидектерді жеу мәселесі, көкөністерді, сусындарды, мороженое, балмұздақ, тағы да көптеген қонаққа барған кезде қалай өздерін ұстау керек, қандай режимді сақтау керек. Себебі осындай кезде оқыстар денсаулыққа байланысты болып жатады. Содан кейін ата-аналар сөйтіп үндемей балаларды балабақшаға алып келіп, әртүрлі жағдайларға тап болып жатасыздар. Сондықтан осы жұмыстарды ата-аналармен нақтылы дұрыстап тұрып ұйымдастыру керек. Және барлық қаншама жұмыстарды сіздер жоспарладыңыздар, бұның барлығын бақылау керек. Кім жауапты? Мына жерде өздеріңіз жазасыздар, біздің де сайтта тұр. Әдістемелік жұмыстар, ата-аналармен, мамандармен, мысалы жаңағы гигиеналық шаралар, балалардың денсаулығына байланысты, мүмкін бір сауықтыру кешендерін табасыздар, соны қалай ұйымдастыру керек, шағын семинарлар, тренингтерді өткізуге, ұйымдастыру жерге болады. Дене шынықтыру, білесіздер, ата-аналармен жұмыс, себебі балабақшаның үлкен бір шаралары болып жатады, және группаларда да ата-аналар келген кезде группаға кіре ме, кірмей ме, учаскелерде жүре ме, қандай форма болу керек, қалай киіну керек, қалай сөйлесу керек, соның бәрін атқаруға болады. Аталармен жалпы жыл бойы оларды мазалағанда сұрақтар бойынша Сіздерге сақ бар ма, киімдер, көйлектер? жұмыстарды ұйымдастыруға болады. Сонымен ары қарай жазғы сауықтыру кезеңінің күн тәртібінің үлгісі, былтыр біз тағы да айтып кеттік, осы ұсынымдар, мына балаларды ерте дамыту тарапынан шыққан ұсынымдардың мазмұнында бірінші қосымшасында тұр. Режим күн тәртібі сәл өзгешелеу. Неге? Өздеріңіз білесіздер, күннің көзі ұзақ болады жазда. Балалар жазда прогулка, серуенге көп шығады, немесе жиі шығады деп айтамыз. Шаралар өте көп болып жатады. Сондықтан мына жұмыстарды дұрыстап үлестіру керек. Біз сіздерге қысқаша мына жерге шығарып бердік. Біздің сайтымызда ол үлгісі тұр, қолданасыздар. Және өз тарапыңыздан қандай өзгертулерді қосуға болатынын түсіндіріп берейін. Мысалы, режим сәттерін әрекеттер. Бұл циклограмманың да шеткі, сол жағында аталымдар жазылған, сондықтан сәйкес келеді. Біздің де циклограммаларда сол аталымдар бар. Балаларды далада қабылдау, топта қабылдамайсыздар. Егер де бір жаднаманы жазып қойға болады, немесе ұсынымдар, өздеріңіз әдістемелік бірлестіктеріңізде, немесе қала әдіскерлер, меңгерушілер топтасасыздар ма, немесе білім басқармасынан шыға ма, енді қарайсыздар. Балаларды далаға шығару, немесе далаға серуені ерте кіргізу, немесе шықпау мәселесін талқылау керек, және оны бекітіп қою керек бір ұсынымдармен. Балаларды далада қабылдамау
мүмкіндіктер қандай болуы мүмкін? Мысалы, жаңбыр кезі, тағы да дауыл болса, тағы да күн суытып кетсе, осы мәселелерді сіздер бірігіп бір ұсынымдарға қосып қойсаңыздар тамаша болады. Сонымен далада қабылдау дейміз. Таңғы гимнастика, иә, гигиеналық шаралар бөлек, таңғы асқа дайындық деген бөлек. Осы гигиеналық шаралар және асқа дайындық бөлек бірнеше рет қайталанады. Кейін түстен кейін қайта. Неге? Себебі біз балалардың даладан келген кезде қол беттерін жуу, аяқтарын жуу жатар кезде осы режимін қалай ұйымдастыру керек, оған белгілі бір уақыт бөлу керек. Сондықтан әрине бұл бөлімшелер жеке шығарылып отыр сіздер үшін. Қалай жуыну керек, мына нұсқамада жазылған. Салқын су ма, қандай, оның температурасы қандай екенін, оны тағы да медициналық қызметкерлермен анықтап аласыздар. Тәрбиеші мен баланың еркін әрекеті дейміз. 1-2 түстен кейін және кешкі уақытта да болады. Егер сіздердің режимдеріңіз қысқа болса, әрине бұны строчкаларды немесе жолақтарды алып тастайсыздар. Күндізгі серуен деген бар, оралу, ұйқыдан тұру дейді. Ұйқыдан тұрудың ішінде мына жерде сауықтыру кешенін өткізесіздер. 2 апта бойы қайталауға болады, немесе 1 ай бойы да қайталауға болады, егер оның бір белгілі бір режимі болса, әрине мұны ескеріп отыру керек. Енді біз өзіміздің тарапымыздан сіздерге мынандай мәселені қосып қойдық, бірақ циклограммалардың ішінде жоқ. Сіздер ескеріп отырыңыздар. Неге? Өздеріңіз білесіздер, жазғы сауықтыру кезеңінде, жазда күннің температурасы зор болады. Әсіресе оңтүстік жақтарда, региондарда, мысалы 40-қа да 50-ге де жетуі мүмкін. Сондықтан сіздер өздеріңіздің күн режимдеріңізді бақылап отырып, ескеріңіздер. Мысалы, мынандай аса ыстық күндері мен өзімде тәрбиеші де болғанмын, мысалы әдіскер ретінде де өзім тәрбиешілерге ұсынатынмын. Қараңыздар, таңертеңгі асты ішіп болғаннан кейін балалардың еркін әрекеті, мысалы белгілі бір шаралар өткеннен кейін балаларды сразу далаға шығару керек. Сәл күннің көзі соңында күйіп тұрған кезі болмайды. Немесе сіздердің мына площадкаларыңыз тым ашық болып жатса, күндізгі серуенді кішкене төмен жылжытуға болады. Ал енді 11-ге таман сол уақытты сіздер өздеріңіз белгілейсіздер. Серуеннен оралып, қол аяқтарын жуып дұрыстап, балалармен және өздеріңіз жоспарлаған циклограммаларда жоспарлаған тәрбиеші мен балалардың еркін іс-әрекетін оралғаннан кейін жоспарлауға болады. Содан кейін дайындық тағы да жуынасыздар да түскі асты сөйтіп ұйымдастыруға болады. Сонда балалардың күннің көзіне немесе жылу соққысына тап болмайды. То есть вы их обережете. Но осы мәселені әрине бір ұйымдастырып шешіңіздер, бір белгілі бір нұсқаманы шығару керек. Өздеріңіз байқайсыздар. Кейбір күн соққысы болмаса да жылу соққысына балалар тиюі мүмкін, өте опасно. Содан кейін әрине серуендерге шығарған кезде питьевой режим деп жатыр, қайнаған суды көмекшілеріңіз міндетті түрде ішуге балаларға шығарады. Бассейндер болып жатса, әрине бассейнге шомылу мәселесін дене шынықтыру нұсқаушысымен және медициналық қызметкермен бірлесіп ұйымдастырасыздар. Бұл енді кімнің бассейні бар, соны қадағалау керек. Оның жұмысы да аз емес. Ескерту деп біз тағы да шығарып қойдық. Бұл қосымшада бар. Суға шомылу, күнге, мына жерде жазылы, күнге қыздырыну және басқа ем шаралар күн тәртібіне медбикемен келісіліп енгізіледі. Яғни медбике де өзінің ұсымдарын шығарсын, бекітсін, жаднама ретінде шығарып іліп қойсын, сонда ата-аналарды көреді. Жалпы сіздер балалармен өткізіп жатқан шараларды ата-аналар білу керек. Және өз мына мерекелік күндері, демалыс күндері, жерге ойын-сауық жерлеріне шығар кезінде, ата-аналар апарған кезде қандай қауіпсіздік шаралар ұстану керектігін де жазып қойыңыздар, оқып жүрсін. Келесі
біз тағы да міне былтыр шыққан ұсынымдардың ішінде үшінші төртінші қосымшалардан тауып аласыздар. Бізде де үлгілері тұр. Үлгілерін тауып алуға да болады. Қош келдің жарқын жас, бөбек жастарындағы балаларға, бұл деген ерте жас тобы және кіші топқа арналған. Алақай жайдар жас келді, мектепке дейінгі бұл ортаңғы ересек мектеп алды топтарға арналған перспективалық жоспар. Бұл перспективалық жоспарды сіздер бөлек құрып ойдан шығару қажет емес, міне дайын тұр. Тек қана өздеріңізге қосып салып қойыңыздар. Дегенмен тек қана күндерін жазасыздар. Біздер күндер жазылып тұр. Но өздеріңіз байқағандай, мен оны бөлек шығарып қойдым мына жерге таблицаға, кестеге салыстыратындай, салыстырма формасында ретінде. Қош келдің жарқын жас, бөбек жасындағы балаларға қараңыздар, тақырыптар бөлек. 13 аптаға үлестірілген, биылда 13 апта болады. Және де мектепке дейінгі топтарға арналған тақырыптар сәл бөліктеу және әр күннің аталымында бар. Название разные каждого дня. Маусымда 4 апта болады, шілдеде 5 апта, тамыз айында 4 апта. Біз өзімізді санап шықтық, сіздерде де өздеріңіз санап шығыңыздар, көресіздер. Тіпті жақсы, бұл мазмұнның ішінде сіздер ашып қарағанда примерно жазылған қандай шараларды ұйымдастыруға болады. То есть, мысалы, табиғатты бақылауда, серуенге шыққан кезде қандай объектілерді бақылау керектігі ұсыным ретінде жазылған. Содан кейін қандай ойындарды, қазақ ұлттық ойындарды өткізу керектігі жайында ұсыным ретінде жазылған. Одан кейін белгілі бір шараны өткізу ретінде ұсыным ретінде жазылған. Біз сол шараларды сіздерге де бөліп салып қойдық. Циклограммаларды ол тұр. О жағына уайымдамаңыздар. Сәл күндеріне және апталарына сай келіп тұр. Бірақ егер сіздің балабақшаларыңызда белгілі бір өздеріңіз жоспарлаған бір күшті шаралар болса, аталымдар сәл өзге болса, өзгертіңіздер. Циклограмманың аталым тағы көрсетем, ішіне кіріп, өз сіздер баяғыдан бері өткізіп жүрген бір дәстүрлі бір шаралар болса, міндетті түрде оны қосып отырыңыздар. Содан кейін өздеріңіздің мамандарыңыз өздері бір жоспарлаған шаралар болса, міндетті түрде циклограммаларға қосып қойыңыздар. Олсыз болмайды. Келесі, сонымен енді біз берген циклограмма, жазғы сауықтыру кешеніне арналған циклограммаларды қалай пайдалануға болады? Міне, мен тәрбиеші ретінде Сәуле Шамашеваны өткенде өзім ойдан шығарып қойғам. Сіздер мына оқу жылына арналған циклограммаларды қалай толтыру керек, біздің сайтты қалай толтыру керектігі жайында вебинардарды біз өткізгенбіз. Біздің YouTube каналға кіріп, тағы да тыңдап шығыңыздар. Қайталамаймын. Сонымен міне өздеріңіздің жеке кабинеттеріңіз кіру деген кезде логин парольдеріңізді сіз именно маман немесе тәрбиеші ретінде кірсеңіздер, кіруде басасыздар. Содан кейін логин пароль дегенде, содан кейін өздеріңіздің жеке кабинеттеріңіз пайда болады. Сіз әдістемелік кабинетке міндетті түрде кіресіздер. Соның ішінде біздің циклограммалар табылады. Әдістемелік кабинет ашылады. Бұның ішінде ең біріншіден топтарды, күн тәртібін қарап шығыңыздар. Сіздерге жеке топтарыңызға арналған топ күн тәртібінің үлгісі тұр. Тек қана атауларын, топтың балалардың жасын өздеріңіз қосып шығасыздар. Егер бүкіл балабақшаға бірдей күн тәртібі болса, осыны ғана қолданасыз. Жоқ, сәл ғана, жаңа мен айттым, оның алдында айтып кеткем, жазғы сауықтыру кезінде күн ыстық болып жатса, қай уақыттарда кіріп шығып жатасыздар, соны әргене уақыттарын сәл ғана жөндейсіздер. Келесі, жазғы сауықтыру жұмысын ұйымдастыру жоспары бөлек папка бізде пайда болды. Әдістемелік кабинеттің ішіне тауып аласыз, бөлек төмен түсіп тауып аласыздар. Жазғы сауықтыру кезінде бірнеше жылға біздің жоспарларымыз тұр. Сіз 25-ші жылғы жазғы сауықтыру кезіне арналған жоспары. Бұл әдіскердің жұмысы, мамандардың. Дегенмен тәрбиешілер де өзінің бір шараларын ұйымдастырса, мына жерге тақырыптарын алып шығады, немесе наоборот өздері қосады. Қазақша дейсіз, басасыз, және мына сауықтыру
циклограммасын сіздер өздеріңіз тауып аласыздар да, қазақшаны таңдайсыз, скачать, және сіздердің парақшаларыңызда өзіңіздің мына память деп жатады, оң жағында бұрышында последние скачанные файлы деген аталыммен жазғы сауықтыру кез келген циклограммасын өздеріңіз көшіріп аласыздар. Енді қараңыздар, бұл кез келген құжат өздеріңіз байқағандай біздің білім китс платформасында тек қана цифра немесе әріптермен аталынған. Сондықтан сіздер сохранить как деген аталыммен өздеріңіздің группаңыздың атын және жаз 25 маусым 1 апта деп өздеріңіз өзгертесіздер. Қараңыздар. Міне сіздердің алдыңызға біздің циклограммамыздың, мысалы, мен ересек тобын таңдап отырмын 1 аптасын. Разрешить редактирование арқылы батырманы басасыздар да, содан кейін қай жерге өзгертулер саласыздар. Топтың балабақшаның атауын, ересек тобының мысалы атауын жазасыздар және педагогтардың аты жөндерін. Бұның ішінде сіздер тағы да мен айтып кетейін, 7-ші бұйрықта 25-ші жылы шыққан бұйрықтан тағы да қарап шығыңыздар. Циклограммаларда тәрбиешілер, топ тәрбиешілері және дене шынықтыру нұсқаушысы, музыка пәнінің мұғалімі және қазақ тілі мұғалімі және жеке арнайы мамандар болып жатса, бірігіп құрастырасыздар. Сіздер үшін жалпы форма уже дайын, бірақ міндетті түрде өзгертетін және мен айтып шықтым. Және балалардың, тәрбиеші мен балалардың еркін әрекетіне тағы да біз сіздерге салып берген шаралардың ішіне, егер сіздер тағы да өздеріңіз ойдан баяғыдан бері жүргізіп жүрген шаралар болса, оны аталымдарын өзгертіп мына жерде қосасыздар. Және де күндізгі серуен деп жатамыз, түсінгенге серуенге де өзгертулерді қосу тура келеді, егер сіздердің сол күні қатты жауындар болып жатса, немесе дауылдар болып жатса, яғни сіздер балалар далаға шығара алмайсыздар, біз кез келген белгілі бір тақырыптарды тауып аласыздар да, құстарды сол терезе сыртынан бақылап отыруға болатындығын ескеруге болады. Торғайларды бақылау дейсіздер ме, өздеріңіз таңдайсыздар. Одан кейін ұйқыдан тұру және сауықтыру кешені. Сіздердің балабақшаларыңызда қандай сауықтыру кешендері баяғыдан бері жүргізіліп жүр, соны жазасыздар, немесе біз бергенді. Мысалға, рижский метод дейді, Рига үлгісімен тұзды жолақшамен және тақтай решетчатый жолақшамен жүру әдісі деген бар. Немесе табандарды сіздер су құсабымен шаясыздар ма, немесе тек қана беттерді салқын сумен шаясыздар ма, қандай сіздер сауықтыру кешені бар, соны қолдануға болады. Бұның әрине жүргізу мәселесін медицина қызметкермен бірігіп, ақылдасып таңдауға болады. Келесі тағы да міндетті түрде, жаңа мен айтып кеттім, баламен жеке жұмыс деген ондай жоқ. Енді бөлек шығармаймыз, және циклограммада да ерте дамыту институтына ондай ұсынымдар жоқ. Себебі мониторингті біз жүргізбейміз, бұл бөлек мәселе. Келесі, енді біздің білім китс платформасындағы жазғы сауықтыру кезіне арналған циклограммалардағы қай жерлерімізден, осы сайттың қай жерінен өзгертулерді алуға болады екендігін біз осы жерден тауып алуға болады. Және медицина кабинеттен STEAM технологиясы ұсынып отырған көптеген ойын жаттығулардан тауып алуға болады. Егер сіздерге біздікі бір нәрсесі ұнамай тұрса, жоқ, мынау күшті, осыны өткізем десеңіздер, сол жерден тауып аласыздар. Режим үдерістерінің материалдар, бұл электронды картотека, оның ішінде көптеген ойындар мен көркем сөздер үлгілері көп. Таңдап алыңыздар да, өзгертулерді ендіруге болады. Ұйымдастырылған іс-әрекеттер каталогынан тауып аласыздар, мен тағы да түсіндірем. Коррекция іс-әрекетін және медиа. Медианың ішінде көптеген мультфильмдер, көптеген деректі фильмдер бар. Сіздерге өздеріңізге қайсысы қажет қойып, өздеріңіз таңдап аласыздар. Келесі, істер номенклатурасы деп мен қалтырып қойдым, себебі
әдістемелік нұсқауқаттар және былтыр шыққан нұсқауқаттарды осы жерден де тауып аласыздар. Жұмысын реттейтін бұйрықтарын тағы да көріп алуға болады. Бұл сіздер үшін жалпы бүкіл балабақша мамандарына қажетті бөлімше және медициналық құжаттама, медицина қауіпсіздік мәселесіне байланысты шаруашылық арнайы қауіпсіздік мәселесі. Бұның барлығын сіздерге өте пайдалы семинар немесе баяндаманы жазған кезде бұл материалдарды баяндамалардан тауып аласыздар, немесе нұсқауқаттарынан өздеріңіз қолмен басып отырмай белгілі бір цитаталарды, дәйектемелерді ала аласыздар. Келесі STEAM технологиясы, міне келбеті осындай, тауып аласыздар. Бұл технология, инженерия, математика, арт, көптеген әртүрлі материалдар бар. Ішіне кіріп, ақтарып өздеріңізге қажеттіні алуға болады. Ары қарай режимі түстерін материалды көрдіңіздер ме? Кітаптар, көркем сөз, ойындар, еңбек іс-әрекеті. Гүлдерді күту дейді, өсімдіктерді. Сәлемдесу шеңбері, сауықтыру кешендері мына жерде бар. Тауып алуға болады, өзгертем десеңіздер. Келесі ұйымдастырған іс-әрекеттер каталогына көңіл аударыңыздар. Неге? Дене тәрбиесі, музыка, қазақ тілі дей салайық, енді жалпы кез келген пәндер бойынша сөйлеу дамыту, сурет салу, мүсіндеу, қоршаған ортамен, ол қоршаған әлеммен танысу, математика негіздері болса, болайсын алмаймын десеңіздер алмайсыздар. Және вариативке байланысты қажетті материалдар өте көп. Оның ішіне кіріп алуға болады. Неге? Қараңыздар, мен мысалға музыка пәнінің ішіне кіріп, каталогына кіремде, мына ұйымдастырған іс-әрекеттер тақырыптарын төмен түскетемін, қарап шығамын да, ары қарай ана жерге жазғы сабақтар деген әзірлемелер дайын тұр сіздер үшін. Осы әзірлемелерді мамандар еркін қолдануға болады. Тағыда да қазір сайтқа кіріп, басқа пәндер бойынша біз жазғы сауықтыруға сіздерге арнаған ойын жаттығулардың тақырыптарын тағыда осы біздің сайттан жазғы сабақ ретінде төмен түсіп тауып аласыздар. Әзірлемелер дайын тұр. Тек қана оған қарап отырып дайындалу керек, өткізуге болады, бөліп. Келесі коррекция іс-әрекетіне не ала аласыздар? Психолог өзінің бір егер жазда жұмыс істеп жүрсе, кейбір мамандар жазда істемейді. Мысалы, демалысқа шығып кетеді. Әрине, бұл мамандар өзінің жұмысын көрсетпейді. Дегенмен, тәрбиешілер, сіздерге психологтың кеңестері өте көп. Қажетті бір пайдалы кеңестер болып жатса, оны шығарып, жаднама ретіне шығарып қойыңыздар. Ата-аналар оқысын, немесе олармен кеңес пікір алмасуға болады. Келесі, жаңағыны мен айттым, медиа бөлімшесінде, біздің сайтта медиа бөлімшесінде дамытушы мультфильмдер бар. Оның ішінде көңілді әндер, ертегілер, қазақ ертегілері, міне қазақ ұлттық ертегілер, мультфильмдер дайын тұр. Күнде бір мультфильм белгілі бір уақыттарда күн ыстық кезінде мысалы бір көрсетсеңіздер, ол да тамаша, талқылауға да болады. Тик-так жуниорға қатысты экология, экономия мәселелер бойынша мультфильмдерді, деректі фильмдерді көріп, балалармен осы мәселелерді талқылап шығуға болады. Енді мен бір сайтқа кіріп шығайын, көрсетейін, шынымен сайтта бізде бұл материалдар бар ма, қайда, көрмедім, сіз басқаны айтып едіңіз ғой деген сұрақтар болмас үшін, мен сайтқа кірдім. Мен меңгеруші ретінде кіріп отырмын, жалпы мен тәрбиеші ретінде кіргім келіп отыр, сондықтан шығып кетейін. Бағана мен Сәуле Самашева деп жаттым. Мен кірдім. Логин паролім тұр.
істер номенклатурасы міне тұр. Өздеріңізге қажетті міне қауіпсіздік мәселесіне, электр қауіпсіздік, сейсмикалық өрт қауіпсіздігіне байланысты сіздерге көптеген жаднамалар, ата-аналарға материалдар дайын. Тек қана міне нұсқаулық, бұйрықтарды шығарасыздар ма? Өздеріңіз білесіздер, презентацияның ішінен балаларға арналған балалардың әрекеттеріне қатысты көптеген жаднамалар тұр, ұсынымдар шығарып пайдаланыңыздар, бұны босқа жатпасын дегендей. Әдістемелік кабинеттен мен айттым, күн тәртібіне қатысты міне жазғы сауықтыру кешеніне күн тәртібі бізде дайын тұр. Қазақша, орысша көшіруге болады. Үлгісі тек қана өздеріңіздің аталымдарын жазып, өзгертесіздер. Кнопка «Разрешить редактирование» бойынша. Келесі күн тәртібі деді, жылдық жоспарына сіз кірмейсіздер, төмен түсіп, мектепке дейінгі ұйымдарда жазғы сауықтыру жұмыстарын ұйымдастыру жоспары. Міне 25 жылғы көшіріп алып, мазмұнын қарап шығыңыздар. Өздеріңізге, егер біз берген тақырып шара тұрса, тура соған сай өздеріңіздің бір шараларыңызды өткізесіздер, семинар, немесе бір тренинг, немесе әңгімелесу дейсіздер. Егер сіздердікі сәйкес келмей тұрса, яғни біздің атауларды алып тастап, өздеріңіз өз аталымдарыңызды қосыңыздар. Бұл өте маңызды. Себебі педсоветте бәленбай күні қабылданған, меңгеруші бекіткен жоспар сіздікі болу керек. Уже кидстікі емес, сіздердікіге айланып кетеді. Келесі, біз циклограммаларда жаңаны біз айттық, топтардікі деп жатырмыз. Соның ішіне кіресіздер. Міне 25 жылының жазғы сауықтыру циклограммасы. Байқадыңыздар ма? Оқу жылы және жазғы сауықтыру. Ол екі бөлек кезең. Бір емес. Міне 21 маусымда, мамырда 25 жылы оқу жылы аяқталады бұйрық бойынша. Министрлігінің бұйрығы бойынша оқу жылы аяқталады. Ал енді 1 маусымнан бастап 31 тамызға дейін жазғы сауықтыру кезеңі басталады. Міне 3 ай сіздерде оқу мәселесі емес. Бірақ байқаңыздар, не табылмады деп жатырмыз, жүктеліп тұр. Бұл материалдар кешке таман шығады. Циклограммаларда біз мамандар қарап жатқан шығар. Жалпы біз ертең жұма күні шығара ма деп отырғанбыз. Жалпы сұранымдар бойынша бүгін кешке материалдар шығады, өзгертулерді ендіресіздер. Бір үлгісін көрсетіп шығайын. Ересек тобына деген мысалы циклограммасы көрінсі. Міне, мына жерде тәрбиелеу, білім беру деген аталымды біз өзгерте алмаймыз. Жазғы сауықтыруына кешеніне деп айта алмаймыз. Себебі оған министрлік тарапынан циклограмманы үлгісі шыққан жоқ. Сондықтан дәл осы циклограмманың үлгісін біз тауып отырмыз. Дегенмен жазғы сауықтыру кешеніне былтыр шыққан нұсқаулықтардың үлгісіне қарап, күн тәртібінің аталымдарын мына жерде біз өзгертіп қойдық. Сіздер де өзгертесіздер, сіздерде де ондай болады. Қарайсыздар, біз ауыстырдық. Және де 319 және 7 бұйрықтарға сәйкес біз типтік бағдарламаның тарауларында өзгерттік. Дене тәрбиесі деп аталымда өзгерттік. Аз қарайын. Дене тәрбиесі, міне, еркін әрекеті деп отырмыз ғой, дегенмен аптасына бір рет бір шараны біз беріп отырмыз дене тәрбиесінен және музыкадан. Міне дене тәрбиесінен деп отырмыз, және сөйлеу дамытудан деп отырмыз, көркем әдебиет, оны қалтырып отырмыз. Егер сіздерге дәл осы керек емес болса, өздеріңіз кім болса жазасыздар. Бұл деген тақырыптар бір аптаға. Бұл ойын жаттығулар тізбектері тұр. Әзірлемеде қарайсыздар, оның барлығын бөлшектеуге болады. Келесі, түстен кейінгі уақыттарда да еркін іс-әрекеттерді қосасыздар. Егер де жаңа мен айттым, өзгертулерін, STEAM технология бойынша, мысалы, сіздерге өте ұнаған бір жаттығу бар, неге мыналар қоспаған деген бір ренжідер болмасын, сіздер өздеріңіз тауып аласыздар. Мысалы, музыка жанрын сай қимылдаймыз ойына. Осы тақырыптарды сіз аласыздар, мақсат міндеті қолдануға болады.
мысалы мен түстен кейінгі уақытта оны жүргізгім келіп тұр, немесе таңертеңгі уақытта, иә. Міне, осыны мен қосып қойдым, және оның сілтемесін де қосуға болады. Кірейін. Жоғалтып отырмыз. Дауысымыз да қызық болып отыр, кешіресіздер. Ән айттық па балалармен. Міне сілтемені мен қостым. Ставить. Қосылып тұр. Тек қана шрифтін өзгертем. Мысалы, мынау не рет ғой. Қалай айтады? Word форматында болып тұр. Мысалы, Word форматына айландыруға болады. Міне жұма күніне біз мерекелік күн деп отырмыз, демалыс күн, мерекелік демей қояйық. Иә, бұл құрбан айтқа байланысты мәселе. Биыл бұл осы күні сіздер балалар, ата-аналар балаларды балабақшаға келмейді. Сондықтан біз де оны сөйтіп белгілеп қойдық. Егер сіздердің балабақшаларыңызда басқа бір режим болса, оны енді өздеріңіз реттейсіздер. Әрине, бұл күнді да қосып қоюға болады. Жалпы ол мерекелік немесе демалыс күн болса, біз календарға қарадық, мемлекеттік мерекелер календарынан күнтізбесінен қарап шықтық, жұма күні, мысалы, демалыстар. Сондықтан біз тек қана 4 күнге бөліп қойдық. Міне Steam технологияна байланысты ойын жаттығуларды музыка жанрына сай қимылдаймыз ойынын мен қосып қойдым. Көрдіңіз, иә? Тура енді басқа өздеріңізге қажетті қандай материалдар керек, біздің сайтымыздан тауып алуға болады. Режим үдерістеріне бір кіріп шығайын. Мысалы, кітаптар сіздер балалар ұйықтар кезде балаларға бір ертегіні оқып берем деп отырсыз. Етікші ертегісі, иә? Не етекші ертегісі оқып бересіз. Балалар жатар кезде, мысалы, тез ұйықтамай жатады. Қазір қайта жолдап отырмыз. Күндізгі міне ұйқы, осы жерге міне қосып қоям. Дәл қай балабақша, қай тәрбиеші, қайсысы қандай өзгертулерді енгізгісі келетінін білмей тұрам. Сондықтан біреулер мысалы ренжімеулеріңіз мүмкін. Етікші ертегісін мен оқығыларымыз келмейді, балалар уже оқып алған. Қызықсыз балаларға деу мүмкін. Сондықтан әрине бізде өздеріңіз өзгертулерді сала аласыздар. Міне өзгерту пайда болды. Сондықтан бұл циклограмма уже Білім Kids сайтыныкі емес, сіздердікі жеке меншік. Тек қана міне аталымын сіздер өзгерте аласыз. Мысалы, ересек тобына арналған маусым 1 апта деп атайсыздар да сақтап қойсыздар. Болды. Міне режим циклограммалар бойынша сіздерге арналған өзгертулер міне. Және медиа форматына да кіріп, белгілі бір мультфильмдерді көрем десеңіздер. Міне медианы тауып алдым мен. Акула балақай көрмей қояйын, мысалы. Мен өсімдіктерге не қажет? Осыны көрсетуге болады. Видеофильмді көрсетесіздер. Мысалы, таңертеңгі уақытта күн ыстық болып тұр, балалар шаршап тұрады, мысалы, иә. Тыңдағысы келеді, ойнағысы келмейді. Жарайды, сіздер өздеріңіз мына жерге қоса аласыздар. Қажет, және сілтемесін қойып қойыңыздар, сонда сіздердің программаларыңыз шынымен цифрлық платформамен еркін жұмыс істеп отырғандарыңызға дәлел болады. Қосып қойдым, тек қана шрифті өздерін өзгертесіздер, түсін де өзгертуге болады, бәрін өзгертуге болады. Қарайтып. Жалпы жоспарды жазудан қол үзбеңіздер. Қанша дайын материалдарды алсаңыздар, қараңыздар, мынаны өткізбеймін, мынау қажет емес дегенді өздерің тауып аласыздар. Сонда тәрбиеші өзінің жеке басына бір өткен тәжірибесімен бөліседі балалармен. Ерекше балалардың өздіктерін байқай отырып, біздің түрлі материалдарымызды платформамыздан, Білім Kids платформасынан көптеген материалдарын бірін таңдап отырып, балаларға ұсына алады. Міне ауызша айтып шықтым.
Енді сіздер мына біздің неміз циклограммалы жазғы сауықтыру кешеніне байланысты циклограммаларды қалай толтырамыз атты вебинары бойынша жалпы ақпараттық материалдар осы. Сіздердің сұрақтарыңызға уақыт келді. Өз дыбыстарыңызды қосып сұрақ қойыңыздар, немесе чатқа жазыңыздар. Құрметті әріптестер, тыңдағандарыңызға рахмет. Жалпылама барлығы түсінікті болды ма сіздерге? Қосымша сұрақтарыңыз туындады ма? Сұрап алсаңыздар. Ортамызда енді түсінігіміз бойынша жалпы тіркелген бақшалар бар, және де тіркелмеген бақшалар бар. Сұрақтарыңыз болса, рұқсат. Жалпы енді бізге тіркелмеген, яғни Білім Kids платформасына келісімшартқа отырмаған, жаңадан Білім Kids жайлы естіп жатқан мамандар болса, мен сіздерге қысқаша айта кетейін. Білім Kids цифрлы платформасы мектепке дейінгі ұйымдарға арналған мамандарға, яғни жұмыстарын жеңілдету үшін арнайы жасалған цифрлы платформа. Платформа ішінен дайын үлгідегі құжаттарды алып, жаңағыдай Дина Газизовна көрсеткендей қосымша ақпаратты енгізу арқылы өздеріңізге циклограмманы, перспективаны, тағы да басқа құжаттарды дайындап ала аласыздар. Сонда үлгілік оқу бағдарламасына сәйкес, яғни 130-шы бұйрық, 319-шы бұйрыққа сәйкес барлық құжаттар рәсімделіп, яғни дайындалып тұрады үлгі ретінде. Сол жерге тек өзіңіздің ішкі тәртібіңізге сәйкес қосымша ақпаратты енгізіп, құжаттарды электронды түрде дайындап қоясыздар. Аттестацияға өту үшін, яғни электронды түрде құжаттарыңызды дайындап қойған дұрыс. Сондықтан яғни құжаттарға міндетті түрде өзгертулер енгізу қажет. Себебі сіздердің ішкі тәртіптеріңізді біз білмейміз. Сондықтан міндетті түрде өткізетін шараларыңыз болсын, тағы да басқа қосымша ақпараттарыңыз болса, мысалға біздің циклограммада бассейн деп жазылып тұрса, ол жерін мысалға алып тастап, сондай қосымша ақпаратпен, яғни рәсімдеу қажет міндетті түрде. Енді бұны мен бізге тіркелмеген, жаңадан қосылып жатқан Zoom-да отырған мамандарға түсіндіріп жатырмын қысқаша ақпарат ретінде. Білім Kids платформасында жылдық жазылым алуға болады, және де мысалы жазғы сауықтыру циклограммасын бонус ретінде беріледі сіздерге. Сонымен қатар қыркүйек айынан бастап толық бір академиялық оқу жылына циклограммалармен, яғни қамтамасыз етеміз. Оның ішінде жаңағы сіздерге қажетті жылдық жоспар, перспективаңыз, циклограммаңыз, жаңағы көрсетіп өткен каталог-коды, яғни ойындарымыз, аудио-видео материалдар, жобалық қызмет, вариатив, кітаптар, ойындар, картотекалар, сюжеттік ролик ойындар, міне көріп тұрғандарыңыздай алдыда разработкасымен, яғни мақсат міндетімен барлығы жазылып тұр. Соны балаға қосып, осылай ойнатып, жұмыс жасап, жан-жақтан іздеп жүрмейсіздер, ақпаратты сонымен жұмыс жасай бересіздер. Ал жаңағыдай мысалы Білім Kids'ке тіркеліп алсаңыздар, мысалға уақыттарыңызды босқа кетірмейсіздер, жазғы сауықтыру құжаттарын алып аласыздар, соған қосымша ақпарат енгізіп, тек қана жұмыс жасай бересіздер. Енді өте тиімді, міне көздеріңіз көріп тұрғандай. Бау-бақшада қалай жұмыс істеуге болады, немесе бала-бақша ішінде қандай жұмыстар атқаруға болады, қалай гүл отырғызуға болады деген сияқты міне осындай ақпараттармен баланы бейімдеп, яғни өсіруге өте ыңғайлы. Ерте жас тобынан бастап мектеп алды даярлық тобына дейін платформа ішінде барлық құжаттар бар. Сондықтан қолдағы бар алтынды қолданып пайдаланған жөн болады, құрметті бізге Білім Kids'ке тіркелген мамандарымыз. Жазғы сауықтыру құжаттары ертең толығымен ашылады, яғни біз циклограммаларды айма-ай ашып отырамыз. Сондықтан жазғы сауықтыру құжаттары міне ертең толығымен болады сіздерде. Міне дамытушы мультфильмдер барлығы сіздердің алдарыңызда. Енді егер де айта кетейін, жылдық жазылым алу қиын, бір топ қана, екі топ қана дейтін болсаңыздар, жеке құжатты алуға болады. Яғни тарифтер бар бізде жаңаланған. Яғни айлық жазылымды алуға болады. Сол жерде сіз жазғы сауықтыруды алып аласыз. Міне тарифтеріміз 1, 3, 6, 12 айға қарастырылған. Осылай тіркеліп алсаңыздар, жеке құжаттарды да алуға болады.
Бұның ішінде енді тәрбиеші, меңгеруші, әдіскер, сонымен қатар медицина, шаруашылық бөлімі мамандарының құжаттары барлығы бар. Психолог, логопед, дефектолог, тифлопедагог мамандарына да құжаттар қарастырылған. Қазір жерде бір сұрақ бар екен. Қоғамдық бірлестіктің төрайымы боламын дейді. Қандай сұрағыңыз бар? Бізде ағартушылық бағдарлама бойынша дейді. Қазір бұл кісі сұрағын толығымен жазып өтсін. Түсінікті. Қоғамдық бірлестіктің төрайымы боласыз. Бұл балабақшаның төңірегіндегі ұйым ба? Жоқ, балабақшадан бөлексіз бе? Жазғы лагерь ашпақшымыз. Жақсы, ашыңыз. Мына материалдар сіздерге өте пайдалы болады. Әсіресе мектеп алды даярлыққа. Қандастардың балалары. Жасыңыз өте тиімді сіздерге, себебі біз мына бағана мен айттым, ұйымдастырған іс-әрекеттер каталогы деп жатырмыз. Музыканың жазғы сабақтары немесе әзірлемелер қайда десеңіз, мектеп алды топ. Бұл 5 жасар, 4 жасар, 3 жасар балалар, өтейік. Міне, бұл оқу жылы бойы өтілетін сабақтар немесе әзірлемелер, мынау жазғы сауықтыру кезеңіне арналған дайын материалдар. Міне, музыкантыңыз тек қана өзінің музыка немесе бір репертуарынан әнді қосады, өзі қалған қандай ойындарды өткізеді, немесе қандай жаттығулар, барлығы дайын тұр. Сізге өте пайдалы. Лагерь болсаңыз да, болмасаңыз да тіпті жақсы, ешқандай айырмашылық жоқ, себебі жалпы лагерь, жазғы лагерьдің де негізгі мақсаты балалардың денсаулығын нығайту, сауықтыру және балаларға шынымен жазғы кезеңнен қуаныш алуға мүмкіндік беру. Вот нұрлы күн, мысалы мен жаңағыны мен қарап шықтым, мына сөйлеу дамыту бойынша, міне жазғы әзірлемелерде дайын тұр. Оны да өткізіп беруге болады. Енді сабақ ретінде сіздер өткізбейсіздер, ойнатып, далада өткізесіздер ме, немесе тобыңызға кіргізіп, балалармен сәл белгілі бір ойынды өткізесіздер. Ол өздеріңіздің қолдарыңызда, себебі сіздердің таңдауға деген мүмкіндіктеріңіз өте көп. Қайта шығып кеттік. Жақсы, сурет салуды көрсетейін. Сурет салу бойынша да сіздерге әзірлемелерді дайындап қойғанбыз. Сіздер оқу жылы барысында да, неге мына сөйлеу дамыты шығып келеді? Сурет салу. Не жазғы сауықтыру кезеңіне де біз разработкалар дайындап қойдық. Белгілі бір саусақ жаттығуларды ғана өткізем десеңіз өткізесіздер. Мүмкін саусақпен салғызасыздар, немен, қылқаламмен емес. Бұны түрлендіруге болады. Материалдар өте көп, суреттерді және кез келген біз ұсынып отырған кез келген материалдардағы суреттер бөлек шығарылады. Міне жазғы дедік. Кез келген сурет немесе видеоны, сіздер оны бөлек шығара аласыздар. Сохранить как дейсіз, картинка деп, немесе мына открыть картинку во вкладке дейсіз, мысалға. Мына күн осылай болып шығып отыр. Оны қағазға басып шығаруды қажет емес, экрандарыңыз бар болса, оны тек қана сол кез келген суретті бөлек шығара аласыздар. Тағы қандай сұрақтарыңыз бар? Жазсаңыздар ауызша. Құрметті әріптестер, жазғы сауықтыруды алу, егер тарифтар алатын болсаңыздар, ақылы болады. Ал егер де жылдық жазылым алсаңыздар, ол сіздерге бонус ретінде беріледі. Ол қалай десеңіздер, бізде жылдық жазылым осы құжаттардың барлығын алу бізде ақылы түрде. Яғни мен сіздерге байланыс номерлерімізді жазып кеттім, көрсетіп. Сол жерге хабарласыңыздар, немесе байланыс номерлеріңізді қалдырыңыздар. Яғни ай сайынғы жазылым бізде 2900 теңге. Ол жерде сіздер циклограмма, перспектива, ойындар, яғни басқа да құжаттарды алу мүмкіндігі бар.
Тек қана ол жерде болмайтын материалдар, яғни біліктер мен дағдылардың мониторингі және де баланың жеке даму картасын ала алмайсыздар. Жылдық жазылым алсаңыздар, толық балабақшамен, яғни басшыңызға айтып, немесе әріптестеріңізбен бірігіп алсаңыздар, сіздерге тиімді болады. Сонда сіздер барлық құжаттармен толық қамтамасыз етілесіздер. Мониторингті жаңағы оңай толтырасыздар. Ол жерде индикаторларды белгілеу арқылы 5 дағды бойынша бақылау парағының сұрақтары барлығы бекітілген мониторингті. Ол жерде оңай толтырып, әрі жұмыс жасаған өте тиімді болады. Бір сұрақтар келмей жатыр мүмкін, иә. Мына біздің вебинарымыз аяқталғаннан кейін естеріңізге түсетін шығар деп ойлаймын. Жалпы біреулер мынандай сұрақ қояды. Перспективалық жоспар, типтік бағдарламаның талаптарын жазда біз орындаймыз ба, орындамаймыз ба деген, иә. Жалпы балаларға деген оқу жүктемесі жоқ жазғы сауықтыру кезінде. Жоқ. Дегенмен жазғы сауықтыру кезінде жидектердің пісу кезеңі, гүлдердің ашылу кезеңі, одан кейін құстардың балапандарын ұядан басып ұшуға үйрету құбылысы. Көптеген құбылыстар шынайы тек қана жазда болады. Дәл осы жаз кезеңін пайдалана отырып, осындай табиғи өзгерістерді балаларға көрсету керек. Балалардың бойында мына бақылағыштығын, байқағыштығын дамыту керек. Ондай кезеңді жібермеңіздер. Содан кейін жалпы судың пайдасы, құмның пайдасы, балалар еркін осы қасиеттермен таныстыру немесе жетілдіру. Шынымен осы балалар сумен, құммен, таспен ойнайтын шынайы кезең. Қыста оны біресе жылытасыздар, суытасыздар, біресе ағып кетеді, қорқасыз, ауырып қала ма деп. Жазғы уақытта мына песочницаның ішінде отырып ойнату, қасиеттермен таныстыру өте пайдалы кезең. Одан кейін жалпы күннің күннің қаншама биік көтерілгенін байқату. Мен күннің көзіне қақыратпау керек, ол қауіпті. Пленканы немесе очки, белгілі көзілдіктерді пайдаланыстар, немесе көк шыныны пайдаланып, то есть күннің көзіне қаратпау керек, белгілі бір құралдарды пайдаланып көруге болады. Дегенмен балалар өздері байқайды. Қысқы кезеңде күн төмен болған, жазғы кезеңде төбемізді жарқырап тұрғанын өздері байқайды. Тағы қандай сұрақтарыңыз бар? Сәрсенкүл ханым, сұрағыңызды қойсаңыз, қолыңызды көтерген едіңіз. Сәрсенгүл, сіз қолыңызды көтердіңіз. Қандай сұрақ бар? Қалай тіркеледі, қанша болады жылдық бағдарлама? Жас маман. Жас мамандарға пайдалы мәселе. Неге? Себебі біз кез келген циклограмманың мазмұнын, жаңағы каталогтарындағы мына барлық материалдарды әдістемелік тұрғыдан жазғанбыз. Әдістемелік. Кез келген жас балалар, 1 жастағы балалардың 3 жастағы ерекшеліктерін ескере отырып жазғанбыз 2 тілде. Және көркем сөздер үлгілері жас мамандарға өте қажет. Аянбай осыны қазір біліп алу керек. Себебі көп мамандар, мысалы, осындай білімге, осындай әзірлемелерге 10 жылдан кейін, 20 жылдан кейін жетіп жатады. Сондай енді жағдай. Барлығын біліп кету мүмкін емес қой. Сіздерге мына материалдарда тағы да бір ақпаратты айтайын. Бүгін 25 жылғы 29 маусым күні біз қазақ мемлекеттік тілінде өткізіп отырмыз осы вебинарды. Ертең 30 мамырда 25 жылғы біз осы вебинарды орыс тілінде өткіземіз. Мы этот вебинар будем проводить и на русском языке завтра, 30 мая 2025 года, в 2 часа дня. Так что заранее присоединяйтесь. Мүмкін біреулер қалдыңыздар. Ертең орыс тілінде тағы да естіп алуға болады. Какие еще есть вопросы? Қандай сұрақтарыңыз бар? Задавайте. Сәрсенкүл ханым, сұрағыңызды қойсаңыз.
нөмірді қалдырып не қыл деген екенсіздер, соған килограмма құжаттар алуға ше. Номерді қалдырыңыз, сізбен байланысқа шығады біздің мамандарымыз. Барлығын түсіндіріп берді, не қалай істеу керектігін. Кешкіргенмін ғой, жаңа кейбір нелеріңізді тыңдай алмадым да. Видеосын жібере саласыздар ма? Иә. Жазылымы, осы біздің вебинардың жазылымы YouTube каналда, біздің Kids YouTube каналында қайтадан шығады. Дәл қазір болмаса да басқа күндер шығып жатады. Оны қаншама біз вебинарларды өткіздік, қорытынды мониторинг дейміз, бұл бір ай бұрын өткізілген жазылымы мына жерде тұр, дайын. Тыңдап алуға болады. Өзінің мына кез келген видеоның өзінің несі, мүмкіндіктері бар. Скорость воспроизведения дейді, обычная, быстрая дейді. Тоқтатып, немесе жылдамдатып, барлық видео материалдарды тыңдап, үйреніп алуға болады. Тек қана Білім Kids'ке сіздер жазылыңыздар. Білім Kids сайты, YouTube каналы. Міне YouTube канал Білім Kids. Кіресіздер, біздің парақшамыз осындай, тауып аласыздар. Кез келген видео, қандай сіздерге видео керек? Семинар, өрт қауіпсіздігі дейсіздер ме? Жоқ, біртұтас тәрбие бойынша вебинар тыңдап алыңыздар. Және міне негізгі біздің парақшамыз, мультфильмдеріміз, дамытушы мультфильмдердің тізбектемелері бар. Тыңдап алуға болады. Жазылып қойыңыздар, колокольчикті қосып қойыңыздар, лайктарды басыңыздар. Сонда YouTube біздің материалдар дұрыс екен, мамандар көп тыңдайды екен деп бізді алдыңғы қатарға шығарып отырады. Сонда біз де түсініп отырамыз, сіздер үшін көптеген материалдарды тағы да жанданып шығарып отырамыз. Жас маман тәрбиешілерді жайындағы курс бар, балалардың ұстап тұруды үйрететін курс. Ұстап тұруды. Жақсы мәселе. Бұл курстар бойынша бізде дәл енді назарын түсініп отырмын. Бұл енді бөлек мәселе. Мына білім YouTube каналымызға кіріп, қазір мен қарап шығайын. Рөлдік ойындар, балалардың өміріндегі драмалық ойындар, заттық дамытушы ортаны құрудағы ойын материалдардың маңызы, немесе балалардың ойын іс-әрекетін белсендіру техникалары мен технологиялар, ойын технологиясын жоспарлау және қолданудағы және көзқарастар деген вебинарларды тыңдап шығыңыздар. Бұнда балалардың назарын шынымен қалай ұстау керектігі жайында да түсіндіріп шыққанбыз, әлі де шығаратын боламыз. Құдай қаласа, бізге жалпы сіздер үшін осы материалдар қызықты ма, жоқ па екендігін біз түсінуіміз керек, өте маңызды. Сондықтан жазылыңыздар көбірек. Жаңағы біз айтқандай лайк қойыңыздар, пікір жазыңыздар, сонда біз көбіректеу шығарып отырамыз. Егер ондай обратная связь деп жатамыз ғой, кері байланыс болмай жатса, біз түсінбей жатамыз. Мүмкін сіздерге ол қажет емес екен. Қажет пе, қажет емес, түсінбей жатамыз. Сондықтан әрине кері байланыс үшін пікір қалдырыңыздар. Және сіздердің осы сұраныстарыңызды біз де ескеріп отырамыз. Біз үнемі зерттеп отырамыз сіздердің сұраныстарыңызды. Бұл барлық материалдар сіздердің сұраныстарыңыздың негізінде шыққан. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Біз біртіндеп аяқтайтын боламыз. Ертең тағы да осы тақырып бойынша орыс тілінде вебинар өтеді. Тағы да қосылыңыздар. Сілтемелер тағы да келеді. Сұрақтар болмай жатыр, осы бірнеше сұрақ болды. Тағы да дауыстап сұрақтар бар ма? Сәлеметсіз бе? Менің есімім Құлқадиенқызы. Атырау қаласынан боламын. Жас маманмын. Жақсы.
сіздерге өтініш. Ашық сабақтардан бөлек, былай күнделікті уақытта балалардың күн тәртібі бойынша балаларды қабылдап, кешке шығар салғанға шейінгі ұстаздың балаларды тәртіпте ұстау әдісін, балалардың үйрету, сабақ өткізу әдістерін бір видео ретінде түсіріп саласыздар ма? Балаларды әсіресе тыңдамайтын балдар болады, соларды қалай баса білу керек. Сосын инклюзивті балдар болады, әр группада міндетті түрде 1-2 баладан точно болады. Менде сондай жағдайлар болды. Бір баланың бетін ойып жүрген карандашпен, сондай сәттер болды. Сондайда сақтық шаралары дегендей. Сосын ата-аналар болады, әр группада 1 ата-ана, 2 ата-ана болады. Агрессивный, ашуланып қатты сөйлеп қалатын балалардың бүгін не істеді, апай тиісті ме деген сияқты сұрақтар қойып отыратын сондай ата-аналар болады міндетті түрде. Тиісетін. Мен сізді Сондай түсініп сәттерде отырмын. қалай болады? Бәрі, өмірде бәрі мындай гладкий болмайды ғой. Қиын сәттер болады, сондайды қалай алып шығуға болады дегендей. Жақсы. Сіз өз телефоныңызды қалдырыңыз. Байланысқа шығамын сізбен 5 сағат. Но жалпы бұл өте күрделі, ауқымды мәселе. Ең біріншіден әрине мен сізге қалай мына шыдамды болуды тілеймін. Дегенмен ата-аналар сіздерге сенімді болу үшін балалардың бойында белгілі бір өзгерістер пайда болу керек. Жағымды өзгерістер. Сол өзгерістерді сізде жоспарлауыңыз керек. Ол типтік бағдарламаның ішінде тұр, немесе стандарттарда. Мен сіздерге айтам, жаңадан бір нәрсені шығару қажет емес, тек қана мемлекеттік стандартты оқып шығыңыз. Мысалға, сурет салудан деп айтамыз, иә. Бала дөңгелек пішінді еркін сала білу керек. Қарындашты еркін ұстай білу керек, иә. Осындай мәселеге осы дөңгелекті салуды үйретіп шығып, содан кейін көрмені ұйымдастырып, енді дөңгелек емес қой, доптар, және күлім деген күн, немесе мамамның күлкісі, күлімі деп, күлім дегені деп мысалы жазасыздар. Сондай бір ата-аналарды сіздерге сендіретін бір нәтижелерді көрсету керек. Ол нәтижелер шағын болады. Немесе тақпақты үйреттіңіздер, иә, тақпақты үйретіп, жаттап алыңыздар. Бала үйіне қайтып бара жатқанда айтасыз, біз бүгін жаңада бір тақпақты үйрендік, айтып берейікші. Бала өзі айтып бермей жатса, жанына тағы да бірнеше баланы шақыртып, бірігіп айтып берейікші, мамасы қуансын деп. Сөйтіп балаларға біріктіріп айтуға болады. Мысалы, мен енді үзіп айтып отырмын. Но жалпы баланың бойындағы осы үлгірімдегі, немесе сіз үйреткен бір нәрсе, бір жаңалықтарды көрсету керек. Ата-ана оған куә болу керек. Ата-ана көрмесе, ешқандай нәтиже болмайды. Сондықтан сіздер ата-аналарды өз жақтарыңызға қаратып аласыздар. Ата-ана сіздің жағын ұстану керек. Ол үшін терлеп, тепшіп дегендей көп еңбек ету керек, көп. Енді балаларды бірақ ұстау, бірақ бөлу деген, иә. Мен сіздерге айтып отырмын, біздің мына материалдарымызға жазылыңыздар. YouTube каналға жазылыңыздар ғой, иә. Но біздің именно сайтқа енді бір қаражат бөліп жазылып қойыңыздар, себебі бұның ішінде біз каталогтар ұйымдастырған әрекеттер каталогын біз жазған кезде сіздерге ұсынымдарды қауіпсіздік мәселесі бойынша ұсынымдарды жазып отырамыз. Ол үшін сіздер методиканы жақсы білу керексіз. Кез келген пәннің методикасында балаларды ұйымдастыру және қауіпсіздігін сақтау мәселелері тігілген ішінде бар. Ол бөлек емес, баланы, қазір мен осыған үйретем деген жоқ. Бір нәрсеге үйретіп бара жатсыз ба, соның ішінде қауіпсіздік мәселесі тұрады, олсыз болмайды. Ойынға үйретесіз бе, қауіпсіздік мәселесі бар. Сурет салуға үйретесіз бе, қауіпсіздік мәселесі бар. Мысалы, мен бір кіші топты алайын, міне. Мысалға көрсетейін, енді уайымдап тұрмын сіздікін.
ойсыз келе жатыр или күнді, не? Күнді міне біз жазып отырмыз мақсаты, міндеті, барысы. Сұрақтарды мынау не үшін біз жазып отырмыз? Именно баланың зейінін баурайтындай. Бала назар салып, ол наука, үлкен ғылым. Оған үйрену керек, мынаның бәрін жаттау керек. Ренжімеңіздер, жаттау керек. Өзіңіздің жазған циклограмма немесе мына пландарыңызды жаттап алмай, баланың алдына бара алмайсыз, бесполезно. Бала сразу көреді сіздің дұрыс білмей тұрғаныңызды, қобалжып тұрғаныңызды байқайды. Сол үшін тентек болып кетеді. Балалар мынау не? Балалардың жауаптарын біз ескереміз. Иә, олар күн немесе күн демейді. Сіз айтасыз, иә, күн. Жарайсың, Мақпал. Арман, қайталашы. Жарайсың, күн деші. Күн. Бұл не? Күн. Жақсы. Мұнан бәрі не үшін жазылған? Бұл методика, ары қарай. Енді міне өздігінен, мына жерде біз жазып отырмыз. Өздігіненнің мазмұнында. Сұрақтар қысқа болу керек. Әр балаға тек 1-2 сұрақ қою керек, жазып отырмыз. Ары қарай сурет салу барысында баладан не салдан, қандай түсі сұрап отыру керек. Ары қарай баланың борды аузына салмауы, тістемеуі, қағаз бетіне өте төмен еңкеймеуі, екінші қолдың алақанын бетін бір жағына салып, қағазды басып отыру міндетті түрде бақылануы тиіс. Егер кейбір бала күнді тым кішкентай немесе пішін ұсақ салса, немесе созып кетсе, кешкі уақытта түзету жұмысын ескеру керек. Ары қарай ауада салу деген не үшін? Ауада салу. Қолын астамайды, олар саусақтармен көрсетеді, чтобы лишний раз они не ткнули біреуді тиіскемейтіндер. Ол бәрі мына жерде ескеріліп отыр. Ары қарай сурет салу амалдарын көрсету. Мына жерде біз жазамыз, педагог ортасына сілтейді. Қай жерге? Сәулелері, педагог алақандарын ашып, саусағын созады. Мына жерде бәрін сұрақтарды біз ескеріп отырмыз. Және қалай көрсету керек? Балаға сурет салу көрсетіп жатқанда, өз бетімен салып кетпейді. Балаға қарап отырып салады. Содан кейін баланың алдында сурет салатын құралдарды пока бермей тұру керек. Пока не надо. Может, сіз басқа жерде отырыс қойып, сурет салу амалдарын көрсеттіңіз, содан кейін барып, қарындаштарды ұстатып, үйретіп, ұстап, ал енді содан кейін салғызасыз. Егер балаларыңыз тентек болып жатса, тыңдамай жатса, ендеше шағын топтарға бөліп салғыздыру керек. Бұл енді үлкен жұмыс. Ол үшін сізге әдіскер көмектесу керек. Әдіскер сіздің мамаңыз, апайыңыз, подругаңыз, көршісіңіз, жанашырыңыз. Әдіскер сол үшін балабақшада әдістемелік көмек көрсету үшін. Осындай қиналып жүрін көмектесіңізші деп сұраныз. Содан кейін балабақшада тәжірибелі мамандар бар. Мықты мамандар. Апай, осылай болып жатыр, не істеймін? Және де бізде тағы да Құдай қаласа сіздерге осындай сұрақтар енді пайда болып жатыр. Егер ондай сұрақтар қайталана берсе, вебинарларды ұйымдастырып береміз. Құрметті әріптестер, біздің уақытымыз шектеулі, сондықтан байланыс номерлеріңізді қалдырсаңыздар, сіздерге презентацияны жібереміз жазғы сауықтыру бағдарламасы бойынша, және де қосымша сұрақтарыңыз болса әдіскермен байланысу мүмкіндігі болады. Сондықтан енді Дина Газизовна, сізге рахмет. Құрметті әріптестер, сіздер бізбен бірге болғандарыңызға, соңына дейін тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет. Сұрақтарыңыз болса, біздің байланыс номерімізге хабарласыңыздар. 8707-344-95-95 номері. Міне Айзадахан номерін қалдырып жатыр екен. Номерлеріңізді қалдырып кетіңіздер, байланысқа шығып білім гид жайлы толық ақпарат береміз. Жазылым қалай болады, қандай жеңілдіктер бар тіркелуге. Яғни бізде жылдық жазылым өзі бір соммада болса, сіздерге арнайы маусымның ортасына дейін қазір жеңілдік болып жатыр. Сол жеңілдікке үлгеріп, бақша болып тіркеліп алсаңыздар, сіздерге өте тиімді болады. Әдістемелік көмек көрсетеміз. Осылай мамандарымыз байланысқа шығып, сұрақтарыңыз болса, әдістемелік көмек көрсетеді. Сондықтан ол жағына уайымдамаңыздар. Түсінбей жатқан жерлеріңіз болса, нақтылайтын сұрақтарыңыз болса, байланыссаңыздар, әрдайым әдіскерлерімізбен байланыстырып, сұрақтарыңызға жауап беретін боламыз. Сондықтан байланыс номерлеріңізді қалдыра өтіңіздер. Білім китспен келісім шартқа отырып, жұмыс жасасаңыздар, сіздерге өте пайдалы әрі тиімді болады. Өздеріңіздің алдарыңызда көріп тұрсыздар.
Білім Kids платформасын ішінде қандай құжаттар бар екендігінде біраз ақпарат бере кеттік. Жаңағы заңнама, номенклатура бойынша әдістемелік нұсқаухат. Енді шынын айтқанда заңнамаларға көбіне барлығымыз шорқақтау келеміз. Сондықтан бұл жерде барлық номенклатуралар, заңнамалар барлық жүктеліп тұр. Еңбек шарты, келісім шарт бойынша қалай жұмыс жасау, тағы да басқа көптеген құжаттар қамтамасыз етілген. Ас мәзіріне дейін жалпы калория бойынша бала қанша тамақ тұтыну керек, соның барлығы жазылған. Жалпы енді осымен бүгінгі жазғы сауықтыру бағдарламасы бойынша өткен вебинарымызды аяқтайық. Динагазина қосарыңыз болса, жалпы құрметті әріптестер, сіздерге рахмет. Құрметті әріптестер, ең бастысы сіздерге денсаулық тілейміз, шыдамдылық, кәсіби шеберліктеріңіз арта берсін, өмір ұзақ, барлығы жақсы болады, оптимист болыңыздар. Сіздерге көмекке келуге үнемі біз дайынбыз, көмекке келіп жатамыз. Біздің мына Кидспен бірге жұмыс істеп жүрген көптеген қолданушылар өздері педагогикалық аттестациядан, мемлекеттік аттестациядан өтіп жатыр, және көптеген әдістемелік көмектерді алып жатыр. Жазылыңыздар бізге. Шынымен қандай пайда бар екендігін өздеріңіз байқайсыздар. Сәттілік тілеймін сіздерге. Сау болыңыздар. Жақсы, рахмет. Құрметті әріптестер, бізде және де жалпы педагогтерге арналған курстар бар. Және де әдіскерлер мен басшыларға арналған 80 сағаттық курс, педагогтерге арналған 40 сағаттық курс екі тілде бар. Егер де біліктіліктеріңізді арттырамыз десеңіздер, бізге хабарласыңыздар. Байланыс номерларыңызды